Ал енді бізде кішкене медитация болады. Ең бірінші сізге қасыңызға қалам, ручка және парақ алып алуыңызды сұраймын. Тыныш жерде ыңғайланып отырып алыңыз. Сізге 10 минут уақыт қажет. Қазір 3 рет терең тыныс алыңыз. Көзіңізді ашпаңыз, енді өзіңізге сұрақ қойыңыз. Сізге қазіргі өміріңіз ұнайды ма? Сіз қазір қандай күйдесіз? Сізге қазіргі жұмысыңыз ұнайды ма? Араласып жүрген ортаңыз ұнайды ма? Мүмкін сіз жұмысыңызды ауыстырғыңыз келіп жүрген шығар. Мүмкін сіз қазіргі жалақыңыздан 2-3 есе көп ақша тапқыңыз келіп жүрген шығар. Егер иә болса, бұған не кедергі? Сіз арманыңыздағы ақшаны табу үшін не істей аласыз? Не нәрсе үйрену керексіз? Қандай нәрселерді тоқтату керексіз? Өзіңізге шынайы жауап беріңіз. Және егер сіз сол ақшаны таптыңыз делік, адамдардың сізге отношениясы қандай? Кіммен қарым-қатынасыңыз өзгерді? Сіздің отбасыңыздың, достарыңыздың көзқарасы қандай? Сол жалақыға, ойыңыздағы ақшаға жету үшін мүмкін бір қиындықтар кездесетін шығар. Сіз оған дайынсыз ба? Ендеше осының барлығын қазір қаламға, дәптерге сызып, қарап көрейік, не болатын. Қазір көзіңізді ашыңыз. Сізден мен қазір сұраймын. Стрелка сызыңыз параққа, А және Б точкасы етіп. А және Б точкасы. Одан кейін А, Б деп белгілейсіз. Қазіргі сіздің жалақыңыз жазыңыз мүмкін. 150 мың теңге шығар. 150. Сіз миллион теңге алғыңыз келеді. Миллион. А точкасына қазіргі жалақыңыз жазасыз. 150 мың теңге. Б точкасына миллион теңге тапқыңыз келеді. Соны жазасыз. Яғни сізде уже 2 точкасы бар. Қазіргі күйіңіз А, барғыңыз келетін Б. Ол жақта миллион теңгелік зарплата. 150 мың теңгеден миллион теңгеге қалай жетуге болады? Бір күнде жете алмаймыз, яғни біз амал жасауымыз керек, ізденуіміз керек, бір нәрсені үйренуіміз керек, бір нәрседен кетуіміз керек. Ендеше ортасына 3 рет 3 сызық сызамыз. Яғни сіздің 3 планыңыз. Сіз ол жаққа жету үшін не істей аласыз? Үш сызық сызасыз. Яғни сізде А, мына жерде 3 план, мына жерде Б, яғни 5 план. 5 нәрсе жасау арқылы сіз миллион теңгеге жетесіз. Енді бірінші степ, бірінші қадам. Сіз ол жерде мүмкін 150 мың емес, 300 мың теңгеге жетесіз. Одан кейінгі үшінші жолда, 3-ші жол, 300 емес, 600 мың. Соңғы 4-ші жолда 800 мыңға жетесіз. Қазір мен сізге бұны түсіндіріп көрсетемін. Міне, А точкасы, Б точкасы. Ортасын бөлесіз. 150 мың зарплата, мына жерде мүмкін 300 табасыз бір айдан кейін, мүмкін 2 айдан кейін 600 табасыз, мүмкін 3 айдан кейін 800 табасыз. Сосын өзіңіздің арманыңыздағы миллион теңгеге жетесіз.
жерде мен сіздерге көрсетпесем болмайды. Мына жерде қараңыз. А точкасы. А точкасы 150 мың теңге. Мына жерде қараңыз. А точкасы 150 мың теңге. Б точкасы 1 миллион теңге. Және сіз соған 3 қадамды жазасыз. Яғни сіз не істей аласыз бұл нәрселерге жету үшін? Бірінші 300 мың, одан кейін 600, одан кейін 800 мың. Қазір көзіңізді жұмыңыз. Қолыңызды алмай точкадан. Өзіңізден сұрайсыз бірінші точкадан. Мен осы айлықты алуым үшін, осы табысқа жетуім үшін не нәрсе жасауым керек? Не нәрсе өзгертуім керек? Неге дайын болуым керек? Мен неден қорқамын? Осы жерде қорқыныштарыңызға жауап беріңіздер. Тіпті параққа жазып қойсаңыздар болады. Мен мынандай нәрседен қорқамын. Маған не нәрсе кедергі келтіреді? Ол кедергілерді мен жолынан алып тастай аламын ба? Оны да жазып қойсаңыз болады. Алып тастай аласыз ба, алып тастай алмайсыз ба? Маған кім кедергі? Менің отбасым маған не деп жатыр? Егер мен осы нәрсені істесем, осы табысқа жетсем, жетістікке жетсем, менің отбасымның, достарымның көзқарасы қандай? Олар менімен бірге ме? Мүмкін мен өте көп уақыт жұмыстану керек шығармын. Мүмкін бұл көп ақшаны табатын болсам, мен денсаулығымнан айырылатын шығармын көп жұмыс жасап. Мен осыны қалаймын ба? Мүмкін менің мүлде демалыс күндерім болмайтын шығар. Ұйқым қанбайтын шығар. Бұл нәрселердің барлығы болмас үшін мен не істей аламын? Қалай жеңіл, халал, оңай түрде ақша таба аламын? Асықпай өзіңізге жауап беріңіз. Жауабын тапқанша өзіңіз сұрақ қоя беріңіз. Жазып қоясыз. Бірінші точка, Бірінші точка. Бұл жерде менде мынандай проблемалар бар. Мынандай адамдар мынандай сөздер айтады. Мынандай нәрселерді істеуім керекпін. Мынандай нәрсені үйрену керекпін. Сериалды көрмеу керекпін. Құрбылармен әңгіме көп айтпау керекпін. Инстаграмда көп отырмау керекпін. Деп жазасыз. Кеттік, екінші жол. Екінші қадам. Көзіңізді жұмасыз. Прям жаңағы ақшаның үстіне қолыңызды қойыңыз, себебі сіздің қолыңызбен жаңағы өзіңіздің ойыңыздағы ақша бір-бірімен энергия алмасуы керек. Сезінуіңіз керек. Сізге 600 мың келді деп ойла. Келді делік, Так, 600 мың теңге. Мен жеттім осы қадамға. Қандай күйдесіз қазір? Қандай нәрсе өзіңізге алып бере аласыз? Бұл ақшаны тапқан сізге қиын болды ма? Сіздің қолыңыздан келеді ме екен? Айналаңызға қазір қараңыз. Сіздің қасыңызда мүмкін сізден бас тартқан адамдар бар шығар. Сізбен сөйлеспей кеткен, сізді қызғанған адамдар бар шығар. Сізге қолдау көрсетпеген адамдар бар шығар. Сіздің көңіл күйіңіз қандай? Мүмкін сізге бұл ақша қажет емес. Мүмкін сіз сізбен сөйлеспей кеткен құрбыларыңызбен, мүмкін сіз
күйеуіңізбен ара қатынасыңызды бұзбау керексіз. Сізге жұмыс қажет емес. Жақсылап ойланыңыз. Мүмкін сіз тек қана балаларыңызды бағып үйде отыра беру керексіз. Ал мүмкін сіз бұл проблеманы шешім таба аласыз. Сіз жақсы ана, әйел бола отырып, табысты да әйел бола аласыз. Бұл нәрсе сіздің қолыңыздан келетін шығар. Жақсылап ойланыңыз. Көздеріңізді ашсаңыздар болады. Бұл жерде сіз кейбір кезде әйел көп табыс тапқан кезінде күйеулерімен ара қатынасы суиды, алыстайды. Немесе кейбір подругаларымыз, өмірде ондай нәрсе бар. Подругаларымыз көре алмай кетуі мүмкін, қызғануы мүмкін. Кейбір подругаларда ол подруга ғана лидер болу керек, сіз одан постоянно бір саты төмен болу керексіз. Мүмкін сіз құрбыңыздан айырылып қалдыңыз. Мүмкін сіздің арманыңыздағы жұмыстан айырылдыңыз, бірақ ол жердің сізге жалақысы ұнамайды. Көптеген нәрселер болуы мүмкін, кедергілер. Сондықтан да сіз өте жақсылап ойлануыңыз керек. Сізде шешім табу керексіз. Мен қалай отбасыммен отношениямды жақсы ұстап қала аламын, подругалармен отношенияны жақсы ұстап қала аламын, солай мықты, жақсы қарым-қатынаста бола отырып, мен қалай жақсы ақша таба аламын, қалай мен табысты әйел бола аламын деп осы планды құрыңыздар. Яғни бүкіл әлеммен жақсы қарым-қатынаста бола отырып, осы жалақыны таба аламын. Енді 3-ші точкаға кеттік. Тоже қолыңызды ұстап тұрасыз. Өзіңізге сұрақ қоясыз. Мен қазір қандай күйдемін? Мен осы ақшамен бақыттымын ба? Мен өзімнің арманымдағы ақшаны тауып жатырмын. Мен бақыттымын ба? Осы ақша маған не сыйлап жатыр? Не бере алады? Осы ақшаны табу үшін мен не жоғалттым? Мен не нәрсе көп беріп жатыр? Мен уақытымды көп беріп жатыр. Себебі көп жұмыстануым керек. Мен мүмкін денсаулығым кетіп жатқан шығар. Мүмкін сіз ауыр зат көтеретін шығарсыз. Мүмкін сіз достарыңызбен сөйлеспей кеттіңіз, отбасыңызбен сөйлеспей кеттіңіз, себебі сіз көп жұмыстануыңыз керек. Тағы да өзіңізге сұрақ қойыңыз. Осы ақша маған керек па? Мен 1 000 000 теңге табу керекпін бе? Мүмкін қазір маған 500 000 теңге жететін шығар. Көзіңізді ашыңыз. Енді бұл жерде мен түсіндіріп кетемін. Кейбір кезде сіздерде іштеріңізден бір қарсылық шығуы мүмкін. Яғни сіз қазір зарплатаңыз 150 000 теңге, бірақ 1 000 000 теңгеге барғыңыз келеді. Бірақ сіздің ішкі энергияңыз, сіздің ішкі жан дүниеңіз 1 000 000 теңгеге әлі дайын емес. 1 000 000 теңгеге дайын болу керексіз. Себебі дайын болмасаңыздар, бірінші, екінші қадаммен ұзақ жұмыстаныңыздар. Прям конкретный план жазыңыздар бір параққа, ерінбей. Мен мынандай нәрсе істеймін, мынандай нәрсе істеймін. Өздерің ол ақшаны табу міндетті емес, алтындарым. Сіздің ішкі жан дүниеңізді дайындаңыз. Сіздің ішкі жан дүниеңізді дайындаңыз, болды. Ол ақшаны табу міндетті емес. Яғни сіздің ішкі жан дүниеңіз дайын болса, болды. Одан кейін 3-ші планды жазасыз. Сіз қандай күйдесіз? Ол кезде мүмкін сіз саяхаттап жүрген шығарсыз. Мүмкін ол кезде сіз ата-анаңызды демалыстарға жіберіп жатқан шығарсыз, санаторийға жіберіп жатқан шығарсыз. Мүмкін сіз арманыңыздағы оқуға түстіңіз. Мүмкін сіз арманыңыздағы машинаны алдыңыз. Барлығын детально жазасыздар. Яғни осы 3 күйге. Кейде 2-ші күйден кейін 3-ші күйге баруға қорқасыздар. Ол да орынды. Қорқсаңыздар, сіздер тоқтатыңыздар. 1-ші, 2-ші қадаммен жақсылап жұмыстаныңыздар. Бүгінгі тапсырма осы. Сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. 2-ші бүгінгі сабағымыз бітті. Ертеңге дейін сау болыңыздар.